Көпшілік адам шаршадым дейді, түңілдім дейді, иә. Адам негізі жұмыстан шаршамайды. Адам негізгі шаршауы ол бір эмоциядан, негатив ойлардан шаршайды. Енді энергияңызды көтеру үшін не істеу керек, иә? Мысалы үшін мен былай істеймін. Өзіме күш қуат беретін, энергия беретін іс-әрекеттерімді дәптеріме жазып аламын. Мысалы үшін мен атпен серуендеуді жақсы көрем, велосипедпен жүруді жақсы көрем, суға шомылуды жақсы көрем, балалармен саябаққа барып ойнауды жақсы көрем, иә? Кітап оқуды жақсы көрем. Сол жақсы көретін нәрселеріңді істесем, энергия көтеріледі, күш қуат аласың. Яғни сен оны сүйсініп жасайсың, және де ол жасаған іс-әрекетін жемісін көресің. Бұдан бөлек энергияны алатын нәрсе бір өзіңіздің қалдырып қойған, істемей, жасамай жүрген бір шараларыңыз, әрекеттеріңіз. Иә, мысал үшін жұмыс бабымен мен мысал үшін заңгермін, иә? Бір сотқа құжат дайындау керек, яғни талап арыз. Соны созбақтап жүрсен, талап арызы ертең жазам, одан кейін жазам. Сол энергияңды ала береді, өйткені ол қайта-қайта ойына келеді. Осыны істеу керек еді, бірақ істемей жүресің, сол энергияңызды алады. Соны алда істепсі, созбақтамай. Бір үйде шаруа, мысал үшін есік бір шимайлан қалды, краскасы кетіп. Соны краскілеп, ремонттап тастау керек, иә? Соны жүресің, істеу керек еді. Сол есік шимайланғаны көрінеді, қайта-қайта істеу керек еді, энергияңызды жеп қояды. Алда есікті бірден содан сырлап жасапсызда. Энергияң сонда таусылмайды. Бұдан кейін ең мықты көп энергия беретін әрекетіміз ол күнделікті спорт. Мен мысал үшін күнде таң атпай 10 000 қадам жасайым. Және де ол маған күні бойға мықты күш қуат энергия береді. Бұдан бөлек кітаптар оқимын. Жай әдеби кітаптар емес, біреудің ойдан шығарған шығармасын емес, оған өйткені уақытым жоқ. Мен миллионер, миллиардер болып жетістікке жеткен адамдардың еңбектерін оқимын. Яғни Роберт Кийосаки бар, я, бедный папа, богатый папа, бедный папа, квантовый скачок дегені бар, как управлять финансами. Лоран Гунель деген жазушысы бар, француз, я. Оның Бог всегда путешествует инкогнито. Және сондай тізім өте көп. Ол қаржылық басқару, ол бизнес жүргізу, ол адамдармен сөйлесе білу қабілеті, иә? Неше түрлі осындай әдемі кітаптарды оқыған дұрыс, сол энергия күш қуат көп береді сізге. Сізге сәт, сау саламат. Мына видеоға лайк, коммент жазуды ұмытпаңыз, подписаться етіп қойыңыз және жолдастарыңызға таратып жіберіңіз.